құрметті қатысушылар, осы қосылайық бағдарламасының гүлі болып отырған, нұры болып отырған қыздар, жігіттер. Бүгінгі мерейлі мереке құтты болсын. Балапандардың жеке мерекесі. Адамның бір қызығы бала деген дейді. Енді әркімнің баласы өзіне, жүрегіне жақын ғой. Сондықтан да әлемдегі барлық балалар бақытты болсын, балалығы бақытты болсын, ата-анасының махаббатына, сезіміне, ата-анасының бір қалай айтсам болады, қамқорлығына бөленіп өссін, балапандар аман болсын. Зухра. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін керемет настроениемен, семейный лукпен бала шағамыздың барлығын ертіп келіп отырмыз. Ойламаппын бұрын осы жақта қатысушы болып отырғанда осы бала шағаммен келіп отырамын осы жерге деп. Қызық сезім енді, күшті. Мереке тұрмақ басқа нәрсеге қарауға мүмкіндік болмай жатыр. Өйткені үйге шалынып, сүрініп кеп, құлап, ұйықтап оянып жүрміз. Бізде енді негізі Зухра екеумізде бір өзімізде жоспар болған. Жыл сайын шетелге шығамыз деген жоспарымыз болған. Оған енді өкінішке орай биыл Осман баламыз дүниеге келді. Сонымен биыл шетелге де шыға алмай қалдық. Одан бөлек сол бір емес енді екі бірдей үй тұр мойнымызда. Сол екі үйдің жұмысы, ремонты бар. Оның бәрі негізі қарайған ақша, уайым. Сол себепті қазір бір нәрсеге бұрылып қарауға, бір нәрсені тойлауға кішкене уақыт болмай жатыр. Алла қаласа енді сол екі үйімізді реттеп орнына қойып алайық. Одан кейін міндетті түрде өзімізге көңіл бөліп, уақыт бөліп өмір сүреміз деген жоспарымыз бар.